Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз квадрат теңдеулер бөлімі бойынша жиынтық бағалау есептерін талдаймыз. Мәтінді есептер. Бірінші есеп. Текшенің қырын 2 метр ұзартқанда оның көлемі 98 метр кубқа артты. Бастапқы текшенің қырының ұзындығын анықтаңыз. Яғни текше дегеніміз ол бізде кубты. Осындай. Мына жақта көрінбейтін қырлары. Егер текшенің қыры А болатын болса, соны 2 метрге ұзартатын болсақ, А қосу 2 болады. Бастапқыда текшенің қыры А метр болса, енді А қосу 2 метр болды. Оның көлемі 98 метр кубқа артты. Бастапқыда текшенің көлемі В болса, енді В қосу 98 болды. Бастапқы текшенің қырының ұзындығы қандай? Жалпы текшенің көлемін табу үшін текшенің қырларының барлығы тең, сондықтан А-ның 3 дәрежесі болады. Бастапқыда В тең А-ның 3 дәрежесі болса, енді ол былай болады. В қосу 98 тең болады А қосу 2-ның кубы. Әрғарай В қосу 98 тең болады. А-ның 3 дәрежесі бойынша ашамыз. А-ның 3 дәрежесі қосу 3А квадрат көбейту 2 қосу 3А көбейту 4 қосу 2-ның 3 дәрежесі 8. В қосу 98 тең болады. А куб қосу 6А квадрат қосу 12А қосу 8. В-ның орнына мына жердегі А кубты қоясыздар. Сонда А куб қосу 98 тең болады. А куб қосу 6А квадрат қосу 12А қосу 8. Екеуі жойылып кетеді. Барлығын бір жаққа топтастырдық. 6А квадрат қосу 12А минус 90 тең 0. 6-ға бөліп жіберемін. Мұнда жалғастырамын. А квадрат қосу 2А минус 15 тең 0. Бұл жерде дискриминантты қолдансаңыз болады, немесе вет теоремасымен шығарсаңыз болады. А1 қосу А2 минус 2 тең, А1 көбейту А2 минус 15 тең. Қандай сандарды көбейткенде минус 15 шығады? 5 пен 3-ті көбейтсек 15 шығады. Енді оларды қосқанда минус 2 болу үшін минус 5 пен 3. Біз минус санын ала алмаймыз, себебі текшенің қыры. Сондықтан біз тек қана бұл жерде 3 табамыз. Яғни есептің жауабы бастапқы текшенің қырының ұзындығы 3 метр болған. Жаяу адам 10 километр жолды белгілі бір жылдамдықпен жүру керек еді. Бірақ ол жылдамдығын 1 километр сағатқа арттырып, 10 километр жолды 20 минут тезірек жүріп өтті. Жаяу адамның алғашқы жылдамдығын табыңыз. Екінші есеп, жаяу адам 10 километр жолды жүру керек. Яғни S бізде 10 километр. Біз жылдамдығын білмейміз, әйтеуір бір В километр сағатпен жүріп өту керек. Бірақ жаяу адам жылдамдығын 1 километр сағатқа арттырды. 10 километр жолды егер Т сағатта жүру керек болатын болса, ол 20 минутқа тезірек жүріп өтті. Яғни Т азайту 20 минутты сағатқа айналдырамын. 60-тан 20, 3-тен 1 сағат. Т-дан алып тастаймын 3-тен 1-ді. Яғни жаяу адам 10 километр жолды В километр сағатпен жүретін болса, Т сағатта жүріп өтетін еді. Бірақ жаяу адам осы 10 километр жолды В қосу 1 километр сағатпен жүрді, және оған Т азайту 3-тен 1 сағат кетті. Жаяу адамның алғашқы жылдамдығын табу керек, яғни В-ны табу керек. Сонда S тең болады В көбейту Т. Осы формула, негізгі формула, осыдан шығады барлығы. S тең В көбейту Т. S тең болады
v көбейту t, яғни 10 километрді v километр сағатпен t уақытта жүрсе. S-тің орнына 10 қоям. 10 тең болады v көбейту t. Ары қарай, S тең болады v қосу 1 көбейту t азайту 3-тен 1. S-тің орнына мына жерде 10-ды 1-ден қоюымызға болады. Бізге уақыттың қанша екендігі маңызды емес. Бізге тек қана v-ның мәні керек, жылдамдық. Сондықтан екеуінен де мына формуладан тын тауып аламын. Мынадан тын тапсақ, оңайды. Т тең болады 10 бөлінген v. Мынадан тыны табу үшін, бірінші қиын болса егер сіздерге, т азайту 3-тен 1-ді тауып аласыз. Тең болады 10-ды v қосу 1-ге бөлеміз. Содан кейін барып тыны табамыз. Т тең болады 10 бөлінген v қосу 1 қосу 3-тен 1. Яғни минус 3-тен 1, мына жаққа шығып плюс 3-тен 1 болды. Енді осы екі тыны теңестіреміз. 10 бөлінген v тең болады 10 бөлінген v қосу 1 қосу 3-тен 1. Ортақ бөлімге келтіремін. Ортақ бөлімі v қосу 1 3 еселенген. Мұнда мен v қосу 1-дің 3 еселенгені, мұнда 3v, ал мұнда v қосу 1. Бұл жерде v 0-ге тең бола алмайды, v тең бола алмайды минус 1-ге. Яғни керіс сандарды алмаймыз. Яғни v артық 0-ден. Ары қарай, мен бөлімдерін жазбаймын, тек алымдармен жұмыстанам. 3v қосу 1 тең болады, мына жерде 10-ды ұмытып кетпек. 10 көбейту 3v қосу 1. Одан кейін 10-ды 3-ке көбейтем. 30v қосу v квадрат қосу v квадрат қосу v. Немесе мына жерде де жақшаны бірден ашуға болады. 10-ды 3-ке көбейтем 30, оны v-ға көбейтем. 30v қосу 30. Яғни мына жерде 30-ды 1-ге көбейттім. Тең болады 30v қосу v квадрат қосу v. 30v мен 30v қысқарып кетеді. Себебі бір жаққа топтасаңыз, олар қарама-қарсы таңбамен болады. v квадрат қосу v минус 30 тең 0. v теоремасын қолданамын. v1-ге v2-ні қоссам минус 1 болады. Қарама-қарсы таңбамен аламыз. v1-ді v2-ге көбейтсем минус 30. Қандай сандарды көбейткен кезде 30 шығатын еді? 5 пен 6. Қандай сандарды қосқанда минус 1 шығады? Демек ол минус 6. Олай болса, минус 6 бұл жерде бөгде түбір. Біз оны жауапқа алмаймыз. Сонда жауап болады 5 километр сағат. Жаяу адам бастапқыда 5 километр сағатпен жүру керек еді.